Ассалаумағалейкум. Сникерс сортын дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып, жұмыртқамыздың ағына секерімізді біртіндеп сала отырып, осылай аппақ пена болғанша көпіртеміз. Жұмыртқамыздың сарысына секерімізді салып, жақсылап араластырып, үстіне сұйық май және де суымызды құйып, араластырып, ұн, қопсытқыш және какаоны осылай ситодан өткізіп, араластырып, жақсылап шайқап, енді дайын болғаннан кейін жұмыртқамыздың ағын біртіндеп осылай лопатканың көмегімен жайлап араластырып басып алмауымыз керек. Енді дайын болғаннан кейін формамызға пергамент қағазын төсеп құямыз. Духовкаға салып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін төңкеріп қоямыз, сонда бисквитіміз басылып қалмайды. Енді арахиспен сгущенканы вареный араластырып, жақсылап карамелін дайындап қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Крем дайындау үшін сливкиді, творожный сырды, сахарный пудраны қоюланғанша осылай жақсылап араластырамыз. Енді суыған бисквитімізді теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Енді бірінші коржымыздың үстіне карамелімізді құямыз. Екінші коржымызға кремімізді саламыз. Содан кейін үшінші коржымызбен бетіне жауып, жан-жағына қалған кремді жағып шығамыз. Содан кейін кремімізді тегістеп жаққаннан кейін мұздатқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Кремі қатқанша. Креміміз қатқанша ганашымызды дайындап қоямыз. Ганаш дайындау үшін шоколад пен сұйық майды микротолқынды пешке ертіп алып, үстіне арахисімізді салып дайындап қоямыз. Енді осылай противенімізді пленкамен орап алғанымыз жақсы. Содан кейін тортымыздың бетіне ганашымызды құйып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа кремі сіңгенше қоямыз.